Саламатсыздар ма? Менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Бүгін сіздерге менің жағымда жаңалығым бар. Егер естеріңізде болса, бұдан бұрын мен ағылшын тілін нөлден бастап оқытатын сабақтар жазып, соны WhatsApp арқылы өткізген едім. Енді бүгін еліміздің жұртымыздың басына мынандай қиын қыстау күн туып жатқанда, мен сол сабақтарды сатуды жөн көрмедім. Сондықтан да ағылшын әліпбиден бастап оқытатын сабақтың бірінші сабақты мен өздеріңіз білетін YouTube каналындағы оңай үйрен жаңағы каналымнан ABC English дедім бе, әлде әліпби дедім бе, ағылшын әліпби дедім бе, сондай плейлист ашып, бірінші сабақты салып қойдым. Енді күн аралатып, осы сабақтарды салып тұрамын. Бұл сіздер үшін өте үлкен мүмкіндік. Егер бұған дейін ағылшынды нөлден бастап оқыңыз кеп, қандай да бір себептермен оның ретін таппай жүрсеңіз, енді оны тегін оқи аласыз. Осы сабақтарымда мен ағылшын тіліндегі дыбыстардың, қиын әріптердің қосындыларының қалай оқылатынын егжей-тегжейлі мысалдар арқылы сізге түсіндіріп беремін. Сонан кейін, осы сіздер үшін жасаған еңбегімнің бір қайырымы ретінде сізден сұрарым, міндетті түрде менің каналыма жазылғаныңызды өтінемін. Сонан кейін сабақты оқығанда қандай қиыншылық болды, қандай дыбысты сізге айту қиыншылық келтіреді, не ережені сіз ұқпай қалдыңыз, сол туралы сұрағыңызды ұялмай, қысылмай маған пікірге қалдырыңыз. Мен сіздердің сұрақтарыңызды бір жинап, жақын арада тікелей эфир арқылы сіздерге бәрін түсіндіріп шығамын. Екінші бір өтініш, ағылшын тілін нөлден бастап оқығысы кеп, бірақ тағы да қандай да бір себептермен ретін таппай жүрген таныстарымыз, достарымыз, туыстарымыз болса, осындай сабақтардың тегін екенін, қолжетімді екенін, оның оңай үйрен деген каналда тегін тұрғанын соларға жарнамалап айтыңыз. Менің каналыма соларға ссылка жіберіңіз. Олар да оқысын, үйренсін, салауатты жастарымыз көбейсін. Сонымен уақытымызды босқа өлтірмей, осы хабарды тыңдап болғаннан кейін дереу ағылшынша оқуды бастаңыз. Келесі сабағымда кездескенше аман сау болыңыздар.